Сіздің қазір университетте оқып жатқан біліміңіз дәл осы жылы актуалды болмай қалуы мүмкін, немесе сіз бітірген уақытта ғана. Соны болдырмас үшін Қазақстанда Атлас, болашақ мамандықтар атласы жасалды. Ол сайтқа өту үшін осы видеоның астында сілтеме бар, соны басыңыз. Және мына жерден сіз өзіңіздің салаңызды таңдаңыз. Бірінші, мысалға, ауыл шаруашылық, құрылыс, энергетика немесе машина жасау. Біз енді ақпарат технологияларды таңдайық. Соның үшін трендтер бар әртүрлі. Мысалға, жасанды интеллект, соны таңдасаңыз болады. Әртүрлі дағдылар бар мына жерде, міне. Және қосымша орысша, ағылшынша немесе басқа тіл таңдасаңыз болады мына жерден. Табу дегенді басамыз. Мысалға, ақпараттық технология саласы бойынша мына жерде блокчейн технолог деген мамандық шығыпты. Шығатын жылы шамамен 2025 жыл. Одан кейін жасанды нейрондық желілерді жобалаушы деген бар. 2025, мына жерде міне 2030 әзірлеуші, яғни разработчик, AR, MR, VR. VR, AR, MR. Жоғарғы жағында өзгеретін мамандықтар дегенді бассаңыз болады. Бұл өзгеретін мамандықтар деген қазір бар мамандық, бірақ ол мына мамандықтан мына мамандыққа өзгереді. Мысалы, графикалық интерфейс архитектурасын беттеу, оның орнына нейроинтерфейстерді әзірлеуші деген мамандық келеді. Біз енді басқа ақпараттық технология емес, ауыл шаруашылығын көрейік, немесе мына жерде міне жойылып бара жатқан мамандықтар деген бар. Веб-сайт техника деген мамандық болатын бұрын, бұл шамамен 2030 жылы жойылады деп. Мынаны бассаңызда, мысалға, мынаған қашан өтетін, мына жерде 2035 шамамен. Осы жылға дейін көшуге болады. Ауыл шаруашылығын таңдайық. Жаңадан шығуы мүмкін мына жерде мамандықтар бар. Агроном, экономист, толығырақ дегенді бассамыз. Осыны басқан кезде бізге толығырақ ақпараттар шығады. Бұны қай жерден оқуға болады? Мына жерде көрсетілген, міне, білім беру мекемелері. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Мұхтар Әуезов атындағы, сол жерде таңдасаңыз болады. Толығырақ дегенді басу арқылы соларды сайтына өте аласыз. Міне, қосымша мына жерде мамандықтар бар. Мына жерде міне сайтына өтіп қарасаңыз болады. Бұл жерде де өзгеретін мамандықтар бар. Мысалға, мына жерде балық өсіруші және соған ұқсас. Балық өсіруші 2.0 деп қойған. Бұл жерде толығырақ 2.0-ге қатысты қандай ақпараттар бар және оған не кіреді, мына жерден көрсеңіз болады. Одан кейін жойылатын мамандықтар, мысалға, жинаушы, ораушы, өндірістік жүк тиеуші және жүк тиеуші, таңбалаушы деген мысалға мамандықтар шамамен 2025-те, мынау 2025-те. Одан кейін таразшы деген сияқты сондай жұмыстар жойылады, немесе мамандықтар. Сайтқа өтіп көрсеңіз болады, сілтеме осы видеоның астында.